Сәлем оқырман. Ержігіт пен Мадинаның ара қатынасы жаманқырап қалғаны рас. Қыздың жігітке деген сенбеушілігі көбеюде. Кеше ғана эфирде бір видео шыққан деген еді Мадина. Басқа қызбен сөйлесіп жүр ержігіт деп күдіктенуде. Соның шешімі табылмай бір-біріне қатты ренжулі. Ержігіт болса Мадинаға маған сен басқа қызбен сөйлесіп жүрген жоқпын дейді. Ол Мадина болса телефоныңды түгелдей бер, тексеріп шығам деп қырсығуда. Ержігіт болса оған наразы, телефонын тіптен беруге дайын емес. Және де қыздың өзіне сенбеуіне өте ашулы. Мадина болса сол ержігіттің сөйлесіп жүрген қызының аккаунтын тауып, сол қызға жазыпты. Бірақ ешқандай жауап алмапты. Ержігіт болса бір айтқаны бар Мадина екеуміздің арамызға. Сырттан бір бізге от салу мақсатында деп түсінемін. Мен сенің телефоныңды қарап тексіріп көрмегенмін. Және де басқа біреуге жала жауып отырған адамға сен, маған кішігірім тиеді. Маған сенбестік болса барлық қирауына алып келеді деді ержігіт. Ал Мадинаның іші ренішке толып кеткен секілді. Оның айтқаны бір телефонды көрсете салса, ештеңе демейтін едім ғой. Малыш мен ешкіммен сөйлесіп жүрген жоқпын десе мен ештеңе демейтін едім. Жасыратыны болса бірден көрсете салатын еді ғой деді Мадина. Ержігіт болса осының бәрін жөнсіз қызғану деп көреді екен. Соңында бәрі шешілгендей болды. Талқыға қатты алынып Мадина қызғанышын орынсыз деп қабылдады. Қыз кешірім сұрап, бәрін түсінгенін айтты. Мінезінің ұнайтынын айтып, Мадина қыз бәрін жылы жауып қойған болатын. Жұп бақытты болсын, тез үйленсін дегім келеді. Пікірлерге көшсек негізі Мадинаны халық тек Ерекеңнің қасында сүйкімді етіп көреді. Ерекеңсіз сүйкімсіз көп адам жаман пікір жазған соң. Жақсы атын қайтару үшін қайта қосылған сияқты. Мадина ызындай бермеші. Ержігіт жас бала емес алдында. Ақтала беретін. Жұп боласың ба көп жігітті түсіре бермеші. Ал тоқтатасың ба басын ауыртпай. Тоқ етерін айт. Ержігіт мына қызбен тоқтатқанын дұрыс. Ертең үйленсен көп тұрмай айырылсасыңдар ғой, қыз өте мінезсіз. Жаңадан келген жігіт Алишер келгеннен бері Мадинаның көңіл күйі түсіп кетті. Өткендегі өзінің ержігітпен қайта қосылғаны сияқты. Әлилермен қайта қосылуы мүмкін Мадина еткен ара қатынаста ержігітпен жас айырмашылығы деп зар етіп еді. Енді Алишер келгеннен бері ара қатынасты тоқтатысы келіп жүрген сияқты. Дейді оқырмандар, сіз қалай ойлайсыз?